Құрметті қазақ халқы, қазір Серікжан Біләшұлы бастаған, Бекзат қостаған, Гүлжан қосшы болған Атажұрт дейтін партиямыз деп өздері жарнамалап халықтан ақша жиып жатқан бір топ бар. Бұл топ жалпы мақсаты қазақты құтқару ма, әлде қазақты касаққа тығу ма? Осы жөнінде жуықтан бері Ержан Тұрғынбай деген азамат көптеген азаматтардан сұхбат алып, зады Атажұрттың осы істеп отырған әрекеттерінің шынайы еместігін халыққа көрсету үшін, халықты алданудан сақтандыру үшін өте көп жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде Ержан Тұрғынбай өзіне жақтас кәне жинап отырған жоқ. Серікжанның өзін, Серікжанның Атажұрт тобындағы Бекзат бастағанды түгел сұхбатқа шақырып отыр. Әділетті түрде нағыз өзінің саясаткер екендігін халыққа көрсетіп отыр. Ал бұл жерде олар одан ат кекілін кесіп, Ержан Тұрғынбай Атажұртты қаралады. Ержан Тұрғынбай деген сатқын, Ержан Тұрғынбай деген қоғамға зиянкес адам деп өз алдарына ұрандатып, онымен ата жау болып отыр. Зады Атажұрт ұйымын кім құрды? Бұл бас ашық анықталды. Бірінші рет Қыдыралы құрған ұйым, кейін Қыдыралы Серікжанды тауып алып келеді. Сөйтіп Серікжан бұл жерде, ол кезде Серікжан Біләш емес, Жарқын жеті деген атпен жүрген, сөзі бар, керемет, шешен, лекциясы керемет деп оны бізге керекті адам деп Қыдыралы ортасына алып келген. Ал келгеннен кейін 2018 жылы Женевадағы Бірлескен Мемлекеттер ұйымына қазақтың 10.000 арызын жеткізуге тура келеді. Осы арызды апаратын кезде, жүз ашқан кезде, Серікжан телефондарын түгел жауып тастап, паспортын береді дағы, өз жоқ болып кетеді. Уақыт толып кетті. Өздерінің уақыты бітті, самолет ұшқалы тұр. Қайту керек, Қыдыралы кетеді. Қыдыралы сол жаққа қасына бір азаматты ертіп барып, о жақта Өмірхан Алтынды тауып алып, Женевада сол арыздарды, қолында бар арызды жеткізеді. Бірлескен Мемлекеттер ұйымының алдында, сақанада, алаңда, өздерінің Қазақстанда, Қытайда зәбір көрген қазақтың жоқтаушысы екендігін көрсетеді. Ал қайтып келгеннен кейін Серікжан от алып қопаға түсіп, сен мені тастап кеттің деген түрлі сылтау шығарып отырып, Қыдыралының ар намысына тиіп боқтап, ақыры Қыдыралы одан кетіп, өз алдына Атажұрт жастар деген ұйым құрып алады. Қыдыралы кеткеннен кейін ол жерден 60-тай азамат түгел кетеді. Өйткені басында өздері құрған ұйымға Серікжанның келіп би болып алуын қарамады. Бірақ Серікжан еш нәрсеге қарамай, өзі сол Атажұртты басқарып,
жұмыс істей бастайды. Серікжан жұмыс істегенде не істейді? Қытайда тума-туыс қамалған адамдардан арыз жию мәселесін басында Қыдырәлі 800-дей арызды жинап алып кеткен. Сол мәселені арғай жалғастырғысы келеді. Бірақ жалпы мақсатты өзгертіп, біз халықтың қамқоршысымыз, біз халықтың жоқтаушысымыз қазақтың деп ақша жияды. О кезде кәсіпкерлер тұс-тұстан Серікжанға ақшаны қарша бұратады. Қойынына тығады, қоншына тығады, әкеліп конвертпен береді. Бір рет мен де көргем, бір адамның Серікжанды іздеп бір конверт ақшаны қолына берген. Серікжан ештеңке қарамай қойнына тыға салғанын көргем. Сондықтан Серікжан үстіп жүрген кезде не істеді десеңіздер, Қыдырәліден айықты, оны қуып салды. Енді өзі қожа болды. Қасына ең сенімді адамдарды алды. Тілек деген бір сүмелек ақша жиғансып қойды. Бөттен Каспий көлдерді жер-жерге таратып, қазақтан ақша жиды. 100 мыңдап, 100 миллиондап ақша түсті. Ең арты не болды? Сол ақшаның бірде-бірі қазаққа қайыр қылған жоқ. Ал Қытайдағы қазақтың Көнсөләгірдегі зардап шегіп кеткен қазақтардың құтылып кетуінің түрлі себептері бар екенін қазақ білмейді. Кезінде Нұрсұлтан Назарбаев барып, сол жерде шай үстінде жеке дара Ши Цзиньпинге осы мәселені ескерткендігі, соны білетін адамдар бар. Содан кейін Ши Цзиньпин Шинжанға хабарласып, асығат бастаған бір делегаттың Қазақстанға келіп қайтқаны белгілі. Өтірік десеңіздер, қараңыздар арқылы. Сол арқылы Шинжаңда Көнсөләгірде жатқан адамдардың көбі босап кетеді. Ал Серікжан бұл жерде мен ғана құтқардым, 10 мың арызды батысқа апарып тапсырдым деп өтірік айтып, бұл арыздардың көзін түгел құртқан. Әмбе жоғарыдағы анау Францияда тұратын Серікжан менен аудармашы болып бірге істеген Мейірбек Сайланбек деген азаматтың айтуына қарағанда, Серікжан бірде-бір арызды ешқайда жеткізбегендігі мәлім болып отыр. Осындай халықты алдамшылықпенен жұмыс жасаған Серікжан кейін үйғамаққа түскен кезде қасына Бекзат дегеннің үйіне барып, Бекзат деген жерлесін тауып алып, үйғамақтан шыққаннан кейін Бекзатты Атажұртқа жетекші деп қойып, өтті сенімді адамы қылып, Атажұртта көп көрім істеп жатқан Ербол, Дәулетбек, Қайрат Байтолла деген жігіттерді қуып, олар тіркелген Атажұртты өз қолынан Серікжанға бермей кетті. Нағыз жігіт, Ербол да жігіт. Сөйтіп, тіркелмеген Атажұрт болып, елден ақшаны жалғасты жинайды. Бұл жерде Ерлан Бекмырза деген керемет бизнесмен жігіт 7 жыл Атажұрттың сауын сиырын айланады. 10 мыңдап доллар анаған бер, мынаған керек болып қалды. Конференция өткізгелі жатырмыз. Бізге ақша керек. Анаған керек десе түгел Ерлан арт жақтан ақшамен қамдап отырған. Ал кейін осы Ерланды жуықта күндерден бері алаяқ деп Тілекті алдап кетті дейді. 30 мың доллар жаңағы
Ерлан Бекмырзаға қайтарып бердік. Тілекке жалған самолет билетін алып беріп қаңғыртқан дейді. Бұл жерде нені айтып отыр десең, бұл жерде халықты алжастырып отыр. Ерлан Бекмырза бізді әшкерелейді. Бүтін жеген неше 100 мың долларымызды ертең сұрақ баса небетімізді айтамыз деп, алаяқ Ерлан деген оған қалпақ кигізіп, бұрынғы Қытайшыл, мынау кембешіл деген қалың қалпақтың бірін енді сатқын деген қалпаққа ауыстырып, Ерланға кигізіп, өздерін ақтап алмақ. Бол жанталасқан. Тіпті Ерланның тума туыстарына шейін бопсалап, сендер жазаланасыңдар, бүйтіп кетесің деп Ерланға қарсы қойған. Ал Ерланның туған балдызыма Көкбазарда қасында оның саяхатта компаниясы бар екен. Біреу шығып айтып жатыр, мен сол ақшаны соған аударғанмын. Не үшін онда сол компанияны сотқа беріп ол ақшаны қайтарып алмайды? Неге Ерланға жабысып Серікжан бізді құтқарады дейді? Серікжанды жалпылғанда Серікжан секта құрып, халықты өзіне секталандырып, зомбилап алған. Сол зомбилар сол Серікжанның сектасынан шыға алмай, қазір не қыларын білмей, Қазақстанда мемлекет жоқтай, Қазақстанда құқық қорғау органдар жоқтай, Қазақстанда сот жоқтай, Серікжан дегені неге сот қылып ұстап отыр? Бұл жерде Серікжан өзін өзі қорғап, өзін өзі ақтап алып, өзін 7 жыл қаражатпен қамдаған Ерлан Бекмырзаны халық алаяқ деп көрсетіп, өзін сүттен тұнық, сүттен ақ судан тұнық етіп шығармақшы болған мақсаты бар. Қазақ, есіңді жи. Мысалы, шетелдегі ұйғыр соты, Лондон сотына баратын кезде Серікжан зәрежеп болып, бүтін консул алдындағы шығып жатқан аналарды, консул әгірлердің үйін аралап жүріп, жоғарыдана Мейірбек Сайланбек айтып отыр ғой, кімдерге қанша зат апарып беріп, оның күрішін апарып беріп, барма деп сотқа үгіттеген ата жұрттың. Нағыз халықтың қамын ойлайтын адам, қазақтың қамын ойлайтын адам, Қытайдың артынан жатын адам неге Лондон сотына жібермейді халықты? Неге шырпыр болады? Бәріміз естідік. Әзір керек десең, сондағы Серікжанның, Бекзаттың үндеулері әлі тұр каналдарда. Неге Қытайды қорғады? Нақты дәлел пәкет Қытайдың жанына тиетін кезде бұлар жалт беріп, халықты Қытайға қарсы шығудан тоқтатады. Қарап отырсаң, бұның артында үлкен бір күш бар. Сондықтан қазақ есіңді жи, албаты ақшаңды шашпа, қайдағы бір секталарға. 7 жыл өзін қаржыландырған, 100 мыңдап долларын салған, адамды алаяқ деп шығарған адам саған опа береді деген десең қателесесің. Ал анау Күлзираның өзін бопсалап, күйеуіңнен ажырас деп отырып, өзің ғана түрік қасына алып барып Америкадан өзіне Күлзираның атын жамылып, босқын мәртебесін алғысы келгендігі әшкереленіп жатыр. Көрдіңіздер ме? Лондон сотының бірінші сотына Күлзираны жібермеді, жылатып еңіреді. Екінші сотқа басқаларға шығып жүріп, Серікжанның басқа жұмысқа айланып жатқан орайын пайдаланып, тікелей эфирде қатынасты Күлзира. Оны бәрің білесіңдер. Сондықтан қазақты Серікжан құтқарушы емес, атажұрт қазақты құтқарушы емес, атажұрт қазақты бір-бірін айдап салушы, арандатушы. Консул әгірге қамалып келген
Kыздардың бопсалағаның міне Мейірбек Сайланбек өз аузымен айтып отыр. Егер де Атажұртқа бірдеме дейтін болсаңдар, Атажұрт ұйымынан уаз кешетін болсаңдар, ертең жалаңаш суретке бастарыңды қойып, халықтың алдында қара бет қыламын деген. Бұл Қытайдың әдісі. Қытай концлагерьден шыққан кезде, сол концлагерьде жатқан әйелдерді жалаңаш суретке түсіріп алып, ертең концлагерьді жамандайтын болсаңдар, сендердің қара беттеріңді шығарып отырып, бүтін елге мына суреттеріңді жариялаймыз. Қай Қытаймен қандай шаруа бітіргеніңді деп, соларды бопсалатып, жылатып, еңіретіп, зұлымдыққа барған. Ал сол зұлымдықты Серікжан міне қолданып отыр. Серікжанның тағы бір адамдарды бопсалағаны бар. Қазақстандағы атағы бар кейбір ақын, жазушы, журналист деген адамдарда осындай бопсалау мәселесі анықталып жатыр. Мені гені мақтайсың, бізді мақтамасаң, сенің мына суретіңді мен жариялаймын деп. Міне Қытайдың әдісі. Сондықтан қазақ енді қаңғырма, енді есіңді жи. Енді Серікжан келіп, енді анау Қазақстан мемлекетін аударып, өз билігімізді құрамыз. Серікжанды президент сайлап алып, мына халықтың ішіндегі сорпа бетіне шығар. Ана 37 жылы атылған қазақ зиялылары сияқты Серікжанды қолдамаған, Серікжанға қарсы шыққандардың басын өз қолымызбен кесіп, жоқ қыламыз деген Серікжанның үндеуі бар ғой, түгел басын аламын деген. Осыған еріп жүріп, аяқтарыңа қан түспесін қазақ. Сақтан қазақ. Нағыз Атажұртқа ерме. Атажұрт партиясы деген жоқ. Олар ертең осы ұйым мемлекет жағынан шынымен де мемлекетке қарсы ұйым болып тіркелетін болса, онда сенің бала шағаң, жеті ұрпағың Қазақстанда ешбір жерде жұмысқа да кіре алмайды. Ертең бетіңе салық болады. Балаларыңды ойла. Бұндай мемлекетке қарсы ұйымға өздері қойып алған. Қосылма, ақшаңды шашпа, қалтаңы ие бол. Сен жоғарыдағы Ерлан Бекмырзадан керемет емессің. Ондай ақша сен берген жоқсың. Сенің берген 5, 10, 20 мың, 50 мың, 100 мың теңгең, 500 мың теңгең, олардың жұмырына жұқ болмайды. Сен ертең қақпанға салады. Ал өзін 7 жыл перде артында тұрып қаржыландырған Ерлан Бекмырзаға мынандай қитұрқылық жасаған адамнан үміт күтіп отырсаң, қазақ қателескенің. Сондықтан есіңді жи. Бұндай қара ұйымға, бұндай зұлымдыққа, бұндай құлқынның құлдарына еш уақыт бермеңдер. Нағыз Атажұрт өзіне пікірі сәйкес келмейтін, өзіне қарсы шығатын адамдарды біртіндеп тазалағанын сіздер білесіздер. Міләтқан Айтқали деген керемет жігіт Астанада жанын тігіп өзінің жеке мал-мүлкін құрбандыққа шалып отырып, Атажұрт үшін жұмыс істеді. Әне соны шырылдатып қуды. Түрлі жаллылар жауып. Құнанбай Байжен 2000 лекция сөйлеп, Серікжан 5-6 ай үйқамақта жатқанда соның сол қамақтан шығуына мұрындық болған адам, оны да сынықтан сылтау тауып, Атажұрт тобынан қуды. Ал енді өздеріне Серікжанға зомби гене болатын Мақұлбайдарды, майшелпектерді гене қасына қалтырып, әзір ұрандатып жүр. Есіңді жи қазақ. Сен оған еретін болсаң, аяғыңа қан түседі ертең. Қытайда қазақты Серікжан Атажұрт құтқарған жоқ. Бұжақта айғайлаған шығар. Ол форма бігене. Нақты іс бітіретін,
нақты халықаралық ұйымдарға Серікжан Біләш біреуіне бетпе-бет барып, бір жиналысына қатынасқан жоқ. Америкаға барғанына 4 жыл болды ма? Әзір содан бері Серікжан қайсы бір конгресс ұйымына, қайсы бір мемлекеттің лауазымды тұлғасына кезігіп қазақтың, Қытай қазағының жағдайын айтты. Осыдан неге білмейсің қазақ? Өзі тегін тамақ беретін жерден азықтанып, уақыт кәне үй заман жүрген адам, мүмкін ертең оны Қазақстан алып та келеді. Қазақ мемлекетін қаралап, қазақты бір-бірін айдап салып, қазақтың өз ішінен азаматтық соғыс істегісі келген Серікжан сияқты адамдар қазақ қопа бермейді. Байқа қазақ. Екінші бір мәселе, оны бөлек сөйлеймін мен. Осыны менің сөзімді топтарға таратып қойыңыздар. Серікжан Біләшұлы нағыз алаяқ екендігін Ержан Тұрғынбай деген саясаткер азамат әшкерлеп жатыр, айтып жатыр. Өзіне қарсы тұлғалардан да сұхбат аламын деп дайын отыр. Ержан егер жеке басын ғана қорғап, Серікжанға қарсы шыққан болса, Серікжанды сұхбатқа шақыра ма? Бекзатты сұхбатқа шақыра ма? Тілекті сұхбатқа шақыра ма? Гүлжанды сұхбатқа шақыра ма? Жоқ. Серікжанға зомбиланбағыңдар. Оның сектасына енді ермеңдер. Қазақ аяғыңа қан түседі ертең. Бұлар бәріңді арандатып тастап ертең өздері жоқ болып кетеді. Сол кезде мына баланы сен таптың ба, мен таптың ба? Мына ұрпағыма, мына балама зиян тиді мынадардың деп кімге айтасың бар? Сені тыңдайтын кім бар сол кезде? Ең артында бұлардың үлкен зұлым қара күштер бар. Басқа бір империялар тұр. Соларға жұмыс істейді. Серікжан Қазақстанда 7 жылға бас бостандығынан айырылған, шартты түрде босап шыққан азамат. Олай болса, ол қалай Америкаға кетіп қалды? Оны кім қоя берді Америкаға? Ал ол Америкаға сыстылып шығып ап, мына жақта бүтін халықтан ақша жинап, бүтін халықты өзі құрған атам менің тобыма кіріңдер деп партия құрып алып, мына жақта Бекзатты өзінің сенімді адамы қылып алып, халықты арандатып жатыр. Ертең бұның арандатуына ұшырап, аттарың бір жерде тұрмасын, ұрпақтарың зиян көрмесін. Бұндай іс болмайды. Қазақ мемлекетін, тәуелсіз Қазақстанды қорғайық. Тәуелсіз Қазақстанды құлатамын деушілердің аузына құм құяйық. Қазақстан мемлекетінің билік органдарының жіберген қателігі болса, оны басқаша айтуға болады. Ашық алаңға шығып, сұхбат беріп, билікпен бетпе-бет кезігіп, мына істеп жатқандарын қате деп айтса, кімнің аузына кім қақпақ қойды? Ал бұлар төте билікті аударып Серікжанды мемлекет басшысы етеміз дейді. Серікжан өзі де айғайлап жатыр әне. Мен мемлекетті басқарам, мен президент болам, бүтін өзіме қарсылардың басын кесем дейді. Осындай сандыраққа сенесің бе қазақ? Миы бар адам сене ме? Сондықтан есіңді жи қазақ. Бұдан кейін Атажұрт дегеннің атын өшір, ойыңнан шығар. Ол саған жақсылық істемейді. Ал Қытайдың жұмсақ күші дегеннің мәселесі ол бөлек. Бөлек нәрсе. Онымен күресетін болсаң, әр қазақ өз алдыңа күрес. Онымен Серікжан күресіп жүрген жоқ. Серікжанның мәселесі әзір мемлекетті аудару.
қазақ тәуелсіздігінен айыру, қазақты сорлату, қазақтан өш алу, қазақ халқын тентірегеннің үстіне тентіретіп, тоз топалаңын шығарып, біреудің басқа бір империяның табанының астына салып беру. Осы дұрыс па қазақ? Осыған еріп жүріп ертең не боласың? Сондықтан әзір ана Мейірбек Сайланбек деген азамат айтып жатыр, әзір бұлар адам саудасына өтті дейді. Bütün адамды Америкаға тасу, Канадаға тасу, таға басқа елдерге қазақтар тасу, өлгенің жолда өл, қаңғырық бал, ақшаңды жинап алып, және ақша жасау, адам саудасын жасап. Осы міне Мейірбек деген азамат өзі айтып отыр. Осыған сеніп жүрген қазақ ақымақсың, жындысың былай айтқанда. Мый жоқ ойлайтын. Неге осындай істі көре тұра барасыңдар? Неге осы Бекзаттың соңында еріп жүрсіңдер? Бекзат оққан бір зиялы саясаткер, немесе бір әдебиетші, немесе бір тарихшы, қолынан іс келетін адам ба? Өз атын әрең жазып жүрген бір туфой, соған еріп жүрген ақымақсыңдар. Сондықтан есің жи қазақ. Мен Атажұрт жақсы жұмыс істеп отырса, Қытайдың геноцидтік саясат жүргізіп жатқан саясатымен әлі де шұғылданып, басқа істе қақысы жоқ. Сол гene Қытайдың мәселесін көтеріп отырса, мен де соның ішінде отырар едім. Мен де содарды сырттай қолдар едім. Бұл деген чектен шыққандық. Қытайдан келіп алып, Қытайда дін туралы лекцияларды сөйлеп, лап етіп Қазақстанға өтіп, Қытай мәселесін көтеріп, Қытай Серікжанды террорист деген қатарға қойып, бұл жерде ақыл, бұл жерде сөз бірлігі бар Қытайменен. Ал Қытай сол атты қойғаннан кейін, соған ерген Қытайдағы bütün қазақ қайда? Концлагерьде, түрмеде жатыр. Сүйегі шіріп жатыр. Ал енді Қазақстанға келіп алып, bütün қазақты бір-бірін айдап салып, анау Құлғотанның тұқымы, мынау суыр інде жататын деп, bütün қазақ зиялыларын қаралап, қазақты бір-бірін айдапса, жаманатты қылып, анау Қытайшыл, мынау кембешіл, қалтасына қалпақ кигізіп, елде бір ортаға жиналудан, бір тойға барудан қалтырды. Bir үйдегі әкесі мен баласын, әйелі менен күйеуін араздастырып қойды. Осы дұрыс па қазақ? Қазақ есіңді жи. Бұдан кейін Атажұрт саған опа бермейді. Атажұрт кәржілік өз басын сақтабасын демекші, өзінің басын өзі сақтабасын. Халықты құтқармақты түгір. Олар өздері сектақ құрған, өздері ұлы қып көрсеткен. Атажұртты халықарада ұлы адам құқығын қорғаушы ұйым деп қай ұйым мойындады? Қане хаты көрсетіңдер. Жоқ. Өйткені олар халыққа лаң салушы, халықты Орта Азияны Қытайдың жаулауына жол ашып беру үшін қазақ тоз топалаңын шығарушы, сөздің шынына келгенде. Сондықтан есіңді жи қазақ. Анау Гүлзираның өзін Ерланбек мырза төлеп алып берген билетінің ақшасын Түркиядан Америкаға баратын Серікжан алып апты. Біреудің берген $5,000 мынау біз арқылы берілген деп оны тартып алады. Ертең Гүлзира есің болса сұхбатқа шығып, Серікжанның кейбір қитұрқы әрекетін, үйіңде тұрғандағы әрекетін сен білесің. Толық айт. Нағыз ұлтың қазағыңа жаның ашса, мына қазақты арандатпа. Арандатып жатқанын көріп отырсың. Серікжанның ары қарай арандата беруіне жол берме.
Ondan keyin ana сүретіңді, жалаңаш сүретің жариялап, масқараң шығарамыз деген Қытай консул-әгірінен келген қыз-келіншектер ештеңкеден қорықпа. Серікжан ештеңкені істей алмайды. Осыдан кейін сенің сүретің сөйтіп жариялап жатса, Серікжанның үстінен қылмыстық іс қозғатамыз. Қорықпай, Ержан Тұрғынбайға шығып, телефоны жариялады әне. Сұхбатыңды бер. Қытай консул-әгіріндегілер, не үшін Лондон сотына бармадың? Сені не үшін тосты? Неге сен өзіңнің дәтіңді айта алмай қалдың? Неге уақытты өткізіп алдың? Неге тосылып қалдың? Осы мәселені Ержан Тұрғынбайға шығып, нақты Серікжанның шын сырын айтыңдар, әшкерелеңдер. Мына халыққа жақсылық болсын. Халық тынышталсын. Ел тыныш ұйықтасын. Елдің ұйқысын бұза бермесін. Сол үшін жақсы. Қытайда консул-әгірде жатқан адамдарды құтқаруға жақсы. Әлде болса біраз адам қамалып жатыр. Мысалы, Астанада тұратын Қарақат деген 4 адамы жатыр ғой. Босап келді ме? Жоқ, мен естігем жоқ. Күйеуі, қайнағасы, қайыны, атасы. Состектес талай адам жатыр әлі. Талай адам сорлап, Қытайда қолында көзір, аяғында кісен. Кімнің кесірі осы? Серікжан Біләштің кесірі. Серікжан Біләш Қытайда да секта құрған. Сол Серікжан сектасына кіргендер түгел кейін түрмеленді міне. Қанша жүздеген, мыңдаған адам жатыр. Обалы кімге? Неге үй алмайды Серікжан? Мен YouTube каналына Ержан Тұрғынбайға сұхбат берсем, неге өшіртеді ол каналдағы сөзді? Бейне жазбаны өшіріп тастаған Серікжан. Серікжанның 50 адамы бар. Өзінің сондайға жасайтын дейді. Қытайдан интернет сақшысы Серікжанда да бар. Байқа қазақ. Аяғыңа қақпан түсіп қалмасын. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Қазақстанда жүріп, тәуелсіз мемлекетте жүріп, ешкім қорлық көрген жоқ. Бұл жерде әр адам өзін өзі істеп жатыр. Серікжан сияқтылар өзінің артында үлкен зұлым күштің өзіне жасаған қысымынан осындай дәрежелерге барып халықтар андатып жатыр. Өйткені ертең өзінің иесіне адал қызмет атқармаса, ертең Серікжанның баратта атып кетеді. Оған олардың шамасы жетеді. Сол үшін қатын баласын бір жерге қаңғыртып, тума туысын бір жаққа қаңғыртып, өзі бір жақта не зор күн туып жүр Серікжанға. Америкада тегін тамақты ішіп, квартира жалдап тұрып, қазақ халқына қарсы қызмет ететіндей не жетті оған? Оны кім сондай дәрежеге, сондай күйге түсіріп отырған? Ол зұлым Қытай. Сондықтан Қытай зұлымдығына жасырын жұмыс істеген адамның артынан еріп, ертең аяқтарыңа қан түспесін қазақ. Есің болса, дереу ата жұртты қолдап, еріп, ақша беріп жүрген қазақ түгел отказ беріп, бүгіннен бастап бастарыңды босат. Ертең кеш болады. Мен Құнанбай Байжен.